Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай зебра блинчиктің рецептімен бөлісетін боламыз. Біріңіз білсеңіз, біріңіз білмессіз. Егер рецепт қызық болса, соңына дейін қарап, жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай тесікшелер көп жасалу жолы өте оңай әрі ерекше блинчикті сіз де жасап көріңіз. Алдымен 4 дана жұмыртқамыздың үстінен 4 ас қасық шекерімізді салып алатын боламыз. Достар, керекті заттардың грамм массаларының барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап жасап көріңіз. Жарты чайный ложкадай тұзымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Шекеріміз бен жұмыртқаларымыз жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстінен бөлме температурасындағы сүтіміз 500 мг сүтімізді құйып, оның үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, әрі қарап тағы да араластырып, біркелкі масса болғанша араластырып алатын боласыздар. Дәл осылай барлығын араластырып алғаннан кейін барлық ұнымыз, какаомыздың барлығы електен өткізілген болуы керек. Електен өткізілген ұнымызды дәл осылай аз-аздан сала отырып, арасында түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін біркелкі масса етіп дайындап аламыз. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер, еш шыға алмай қаласыздар. Өте керемет үйдің жағдайында жасалатын ыстық тамақтар, салаттар, түрлі пісіріктер, пирогты қалай пісіру керек, барлық құпиялармен бөліскенмін. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Бізде дәл осы масса дайын болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызға 1 чайный ложка пищевой содамызды қосып, жаңағы дайын болған массаның үстінен құйып, тағы да венчикпен әрі қарап біркелкі етіп араластырып аламыз. Бізде дәл осындай масса дайын болып шығады. Енді осы массамыздан 3 кішкене шөміштей осылай бөлек ыдысқа салып, үстінен 1 ас қасық какаомызды салып, әрі қарап біркелкі масса болғанша какаолы массамызды араластырып алатын боламыз. Бізде дәл осындай масса дайын болып шығады. Енді осы какаолы массамызды осылай мешок қапқа, яғни крем дайындайтын мешок қап не болмаса, өз қалауларыңызбен, бұндай болмаса пакетке салсаңыздар да болады, магазиннен алсаңыздар да болады. Осындай кішкене қапшықшаға құйып, алдын ала осылай дайындап алатын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін қызып тұрған табамызға жаңағы какаолы массамызды дәл видеодағыдай етіп айландырып шығасыздар. Беті дәл осылай бірден тесікше болып пісетін болады. Оның үстінен осылай бір кішкене май шөміштей үстінен құйып, дәл осылай блинчигіміз тесікшелер болып пісетін болады. Бірінші беті қызарғасын, шеттерін шанышқымен кішкене шығарып алып, екінші бетіне аударып, дәл осылай барлығын пісіріп аласыздар. Достар, осымен біздің зебра блинчигіміз дайын. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер, және жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің салған рецепттерімді сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.